Достар, бүгін сіздермен бірге табада жасалатын пицца дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз. Одан кейін бізге 4 ас қасық майонез керек. Үстіне 4 ас қасық сметана саламыз. Сметаның майлылық проценті маңызды емес. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне кішкене тұз сеуіп, тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 9 ас қасық ұнды 2 бөлікке бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз осындай қоймалжың болуы қажет. Енді үстіне салатын салмасын дайындаймыз. Енді табамызды жақсылап қыздырып алып, үстін майлаймыз. Табамызға қамырымызды салып, жақсылап жан-жағына қарай жайып аламыз. Жайып болған қамырымыздың үстіне соусымызды құйып, соусымызды жақсылап жайып шығамыз. Енді пиццамыздың бетіне салмаларын саламыз. Мен помидор салдым, одан кейін колбаса, сыр салдым. Ал сіздер өз қалауларыңызша бетіне фарш немесе бұрыш қосып салуларыңызға болады. Енді қақпағын жауып, орташа отта 10 минутқа қоямыз. Мінекей, біздің пиццамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер.